أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. Бүгінгі біздің фиқ сабағынан жеткен тақырыбымыз не нәрсе әдетті бұзбайды, не нәрсе әдетті бұзбайды. Жалпы көбінесе осы сұрақтарда келіп жатады. Мысалы, мынандай нәрсе әдетті бұза ма, мынау нәрсе әдетті бұза ма деп. Соны имам Шүрімбіләли келтіреді, 10 нәрсе әдетті бұзбайды деп келтіреді. Ең біріншісіне дейді, «Зухуру дамин лам ясал ан махаллихи». Қан дейді жараның бетіне көрінді, бірақ сол орыннан артық шығып ақпады дейді. Бұл дәретті бұзбайды. Мысалы, қан жараның мынау ұшынан шықты да көрінді, бірақ ақпады. Бұл дәретті бұзбайды. Не себептен? Өйткені бізде дәретті бұзушы ол ағушы қан, ағатын қан ғана бұзады. Ал бұл ақпаса, тек қана шықты да қатып қалды, дәл солай қалса, ол дәретті бұзбайды. Дәл сол секілді, мысалы, адамның денесінен қан ақпастан бір денесінің бір бөлігі, яғни терісінің бір бөлігі болсын, құлап қалатын болса, түсіп қалатын болса, ол да дәретті бұзбайды. Түрлі жағдайлар мүмкін. Мысалы, адамның тырнақ жағында бір еті бол мүмкін деген секілді. Немесе жара шықты, бір жерін кесіп алды, сөйтіп жаңағыдай ол жара болып қатып қалып, әлгі тері түсіп қалатын болса, егер де ешқандай қан ақпайтын болса, ол да не болады дейді, дәретті бұзбайтын болады дейді. Тағы дәретті бұзбайтын нәрселердің бірі, ол мысалы денеден енді аурудың түрлі нәрселері бар. Мысалы, біреу шынымен де денесінде құрт шығып сөйтіп қалатын болса, сол шыққан құрт та ол дәретті бұзбайды. Ол егер де денеден шығатын болса. Ал егер де мынау үлкен дәретке отыратын жерден шығатын болса, онда ол әрине ол жерде дәретті бұзады. Тағы бір дәретті бұзбайтын нәрсе, ол массу закарин, мынау әурет мүшесін, жыныстық мүшесін ұстау, ол да дәретті бұзбайды. Кей мазхабтарда бұл әурет жерін ұстау немесе жыныстық мүшесін ұстау ол дәретті бұзады деп келтірсе, бірақ біздің мазхабта ол бұзбайды. Не себептен? Өйткені біріншіден бұл сахабалардың, көпшілік сахабалардың мазхабы осы болып табылады. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келтіреді, бір кісі Алла елшісіне келеді, кейіне дейді, я Расулалла, ма тақулу фи ражулин масса закараху фи ссала. Сен қалай ойлайсың дейді, мынау бір кісі намазда тұрып өзінің әурет мүшесін ұстаған, оның үкімі қалай дейді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Хәл хуа илля бид'атун минка ау мудғатун минка. Бұл сенің бір мүшең ғана емес пе дейді. Яғни сенің бір мүшең өзіңнің ағзаң ғана емес пе дейді. Яғни өзіңнің ағзаң ұстағанда не бар дейді. Бұл дәретті бұзбайды. Ол әрине енді бұл көпшіліктің алдында ұстау мәселесі емес, бұл дәретті бұзбау мәселесі жайында. Себептен біздің мазхабта ол бұзбайды. Әрине мынау кейбір басқа мазхабта біз дәретті бұзады деп келтірсек, сол мазхабтың ұстанатын хадисі ол Бусра радаллаху анханың жеткізген хадисі, мән масса закараху фальятавадда, кім әурет жерін ұстайтын болса, онда ол дәретін алсын деп келтіреді. Бірақ біздің ғалымдар бұл хадисті не дейді? Яғни қолын жусын деген мағынада дейді. Яғни лас жерді ұстағаннан кейін қолдарыңды жуыңдар деген мағынада. Ал негізі біз Талқ радаллаху анхудың жеткізген хадисін аламыз. Талқ радаллаху анху ер кісі болған, сол себептен бұл ер кісіге байланысты мәселе болғандықтан сол ер кісінің хадисін аламыз. Ал Бусра радаллаху анха бұл әйел кісі, бірақ әйел кісі болғанымен де бұл ер кісінің мәселесі жеткізіп жатқаннан кейін әйел кісінің мәселесін алғанымыз дұрыс болады. Тағы мәселе дәретті бұзбайтын нәрсе, ол массу мраатин, әйел кісіні ұстау, әйел кісіге қолы тиіп кететін болса. Яғни бұл жерде бөтен әйелді айтып жатыр. Яғни мейлі ол бөтен болсын, мейлі бөтен болмасын, қандай әйел кісіге болсын, қол тиіп кетсе, ол дәретті бұзбайды. Бұл да не себептен айтылып жатыр? Өйткені басқа бір мазхабтарда бұл дәретті бұзады. Мысалы, Шафии мазхабында дейік, бөтен әйелге қол тиіп кетсе, онда дәрет бұзылады. Ал біздің мазхабта дәрет бұзылмайды. Не себептен? Өйткені Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам әрдайым үйінен шығып бара жатқанда өзінің жұбайларын сүйіп кететін еді. Сөйтіп сол бойы намазға шығып кететін еді. Сонда қарайтын болсақ, яғни жұбайын сүйді де, қол тисін, мейлі ол ерні тисін, бірақ бәрібір де намазға шығып кететін, сөйтіп сол бойы намаз оқитын еді, дәрет алмастан. Тағы дәрет бұзбайтын нәрселердің біріне ауыз толы құспау. Біз алдыңғы сабақта айтқан болатынбыз, яғни ауыз толы құсу ол дәретті бұзатын болса, ауыз толмайтын болса, жай ғана аз ғана шығатын болса, онда дәретті бұзбайды. Дәл сол секілді, егер де яғни қақыр құсатын болса, мысалы болады адам жөтелмен ауырды.
бронхит болды, сол кезде адамда сондай қақырық пайда болады. Былай айтқанда қақырықтың бәрі көкіректе жиналып, соны құсып қоятын да жағдай болады. Сол қақырық мейлі ол көп болса да, ол дәретті бұзбайды дейді. Не себептен? Өйткені құсудың дәретті бұзуының себебі неде? Илләті ол іштегі тамақ, яғни асқазанға кеткен тамақ, ол араласып нәжіске айнала бастайды. Ал бұл қақырық ол өкпе жақта тұрып, ол асты жағанеге асқазан жаққа кірмейді. Себептен бұл да дәретті бұзбайды. Тағы дәрет бұзбайтын нәрсене, отырып ұйықтайтын болса, адам отырып ұйықтап жатып қалғып кететін болса. Бірақ сол қалғанда да адамның жамбасы жерден қозғалмаса, яғни нық жерге отырды, сол бойы қозғалмады, солай қалғып кететін болса, ол да дәретті бұзбайды. Не себептен? Өйткені хадистерде келеді, Сунан Абу Даудта, Алла елшісінің сахабалары саллаллаху алейхи вассалам, олар дейді құпта намазын күтетін еді, тіпті кейбіреусі күтіп отырып қалғып кететін еді, яғни қалғып кететін еді. Сөйтіп олар тұрып намаз оқитын, ешқандай дәрет алмастан дейді. Қашан? Егер де екі жамбас жерге нық отыратын болса. Себебі біз алдыңғы сабақта айтқанбыз, бұл дәрет бұзудың, ұйқының дәрет бұзуының себебі ол хадистерде келтіреді, истирахат мафасилуху, денесінің бәрі босайды дейді. Сол кезде жел шығып кету қаупі өте үлкен. Сондықтан да ал егер де мынау жамбас жерге нық отыратын болса, жел шығып кету қаупі болмағандықтан дәрет бұзылмайды. Дәл сол секілді, егер де адам сүйкеніп ұйықтайтын болса, бір нәрсеге сүйеніп ұйықтайтын болса, ол да дәретті бұзбайды, егер де жамбас жерге нық отыратын болса. Намаз оқушы адам ұйықтап кететін болса, оның да дәреті бұзылмайды. Мысалы, адам сәждеде кезінде ұйықтап кететін болса, немесе отырыста ұйықтап қалатын болса, рукух қылып жатып ұйықтап қалатын болса, қашан? Оның да бір шарты бар, ол сүннет халінен, сүннет халі өзгермеу керек. Яғни мысалы сәжденің сүннет халі бар, ол мысалы сәждені қалай сүннет бойынша жасау керек. Мынау екі шынтақпен шынтағы жанына жабыспау керек, іші санына тимеу керек деген секілді. Сондай қалыпта ұйықтап кететін болса, онда дәрет бұзбайды. Не себептен? Өйткені адам сүннет қалпын ұстап тұрғандықтан, ол терең ұйқыға кетпеді деген сөз. Терең ұйқыға кетпегендіктен әлгі кісінің өз-өзін ұстауы әлі бар деген сөз. Ал егер де ол сол бойы сәжде жасап жатып шынтағы жерге тиетін болса, іші санына жабысып терең ұйқыға кететін болса, ол әрине дәретті бұзатын болады. Дәрет бұзбайтын нәрселерді өттік. Бұл енді жалпы дәрет бұзатын мәселелерді алдыңғы сабақта айтқан болсақ, мынау бүгін дәретті бұзбайтын мәселелер. Келесі сабағымыз енді ол ғұсылды не нәрсе бұзады. Енді бұл адамның енді өміріне керек мәселелер. Әрине бұл кейде осы сабағымызда сәл ұятты мәселелер де бар, бірақ ұятты болса да ол айта кету керек, өйткені адамның күнделікті өз басына келетін мәселелердің бірі. Соған бәрі қақтығысатын мәселелердің бірі. Ғұсыл дейді, ол 7 нәрсемен міндет болады. Жалпы ғұсыл дегеніміз не? Бастан аяқ бүкіл жерге су тию, және де ауыз шаю, мұрын шаю. Бұл ғұсыл болып саналады. Ғұсыл енді парыз болатын нәрсе, ең бірінші мәни шығу дейді, яғни ұрықтың шығуы. Бұл жерде енді айта кету керек, мысалы ер кісінің мүшесінен зәрден бөлек 3 нәрсе шығады. Зәрден бөлек 3 нәрсе шығады. Ол бірі мәни ұрық болса, екіншісі мәзи дейді. Мәзи дегеніміз былай айтқанда ол сұйықтық, адамның шахуаты көтерілген сәтте сұйықтық шығады, соны мәзи деп айтады. Үшіншісі уәди. Уәди дегеніміз, яғни адам ауырған кезде шығады. Мысалы, қатты ауыр көтергенде, немесе суықтап қалған кезде, дәретханадан шыққаннан кейін, кіші дәреттен кейін, сол кезде бөлінетін сұйықтық. Бұнда түсі мәни секілді қою ақшыл болады. Бірақ енді қай сұйықтық ғұсылды бұзады, қай сұйықтық дәретті бұзатына келетін болсақ, онда мәни ол ғұсылды бұзатын болса, ал мәзи мен уәди ол тек қана дәретті ғана бұзады. Сол ең бірінші бұзатын нәрсене ол мәнидің сыртқа шығуы. Мәни ол қалай шығады? Мәни міндетті түрде ол адам шахуатымен шығады. Адамның ләззатпенен шығады. Сол ләззатпен шыққаннан кейін ғана бұл ғұсылды бұзады. Ал егер де біреу бір ауыр көтеруден мәни шығып кетсе, немесе біреу белінен ұрып қалды, біреу келіп,
сол ұрғаннан сол жерде мәни шығып кететін болса, ол ғұсылды бұзбайды. Не себептен? Өйткені оның шығуы ол ләззатсыз болды. Енді бұл жерде тағы да бір мәселе. Жалпы енді адам ұйқыдан тұрғаннан кейін сол киімінен сұйықтық байқайтын болса, бұл не істейді? Ғұсыл ала ма, алмай ма деген мәселе. Біріншіден, адам, яғни ғалымдарымыз бұл жерде 12 мәселе келтірген. 12 мәселе. Біріншісі, оянған адам бұл мәни екеніне көз жеткізген адам. Екіншісі, ол бұл мәзи екеніне көз жеткізген адам. Үшіншісі, уәди екеніне көз жеткізген адам. Енді тағы бір мәселе, ол адам оянып бұл мәни ма, мәзи ма деп күмәнданған адам. Екіншісі, бұл мәни ма, уәди ма деп күмәнданған бол. Үшіншіден, ол мүлдем білмеуі де мүмкін, яғни не нәрсе шыққан. Сондай нелер бар. Осы кезде қайсында ол ғұсыл алынады, қайсында ғұсыл алынбайды. Негізінде сақтық үшін әрқайсында ғұсыл алған жақсы, бірақ әрине тоқтала кететін болсақ, бұл жерде егерде ол мәни екенінде көз жеткен болса, онда ол ғұсыл алатын болады. Ал мәзи екеніне көз жеткізген болса, онда түс көргенін білетін болса, онда ғұсыл алады. Түс көргенін білмейтін болса, онда ғұсыл алмайды. Ал уәди шыққанда көз жеткізген болса, онда ол ғұсыл алудың қажеті жоқ болады. Енді адам, мысалы, мейлі ол жыныстық қатынастан кейін болсын, немесе яғни мәни шыққаннан кейін дәрет сындырғаннан кейін, немесе бірнеше қадам жүргеннен кейін, немесе ұйықтап тұрғаннан кейін ғұсыл алатын болса, сөйтіп қайтып сол сұйықтық шығатын болса, онда ғұсыл бұзылмайды. Ал егер де осы заттардан алдын, яғни адам мәни шыққаннан кейін не кіші дәретке бармады, не ұйықтап алмады, немесе бірнеше қадамда жүрмеді, ол кезде жаңағыдай қайта, егерде сұйықтық қайта шығып кететін болса, ғұсылды қайта алу керек болады. Негізі маңызды мәселелер осылар болып табылады. Яғни осы нәрселер бізде ғұсыл бұзады. Тағы да жаңағыдай ұйқыдан тұрғаннан кейін егерде сұйықтық табатын болса, егерде ол мәни болатын болса, онда ол ғұсыл алады. Кейін егерде мысалы жаңадан бір кісі ислам қабылдап жатса, қазіргі уақытта Аллаға шүкір, көптеген кісілер келіп ислам қабылдап жатыр. Мысалы басқа ұлттың адамдары келіп ислам қабылдап жатыр. Сол кісілерде осындай істер болатын болса, осындай істерден келіп ислам қабылдайтын болса, ол кісіге де ғұсыл алу парыз болады. Және де әрине соңғы нәрсе, ол ғұсыл парыз болатын нәрсе, адам қайтыс болған кезде оны жуындыру парыз кифая болып табылады. Мына осыменен біздің ғұсыл қашан парыз болатын мәселелер аяқтаймыз. Ассаламу алейкум ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин.